Жалпы енді мынау Қазақстан Халық Ассамблеясы деген жалпы туралы мен өз ойымды айтайын. Ол кәдімгі легитимсіз, заңсыз ұйым, орган. Мысалға енді жаңағы Қазақстанды Ресей құрамына қосу одақтас мемлекет ретінде дегенді енді мысалға жарияламайды, қай күнге жариялайды мысалға. Референдум бола ма, болмай ма, мысалы сенбейтіндер сөйтіп қазақтар қазір қазақ қоғамында екіге бөлініп жатыр ғой, жарылып. Біреулер сенбейді, біреулер сенеді дегендей. Енді сенбесеңдер, енді сенбейтіндерге айтарым, енді мысалға 2022-де дәл солай 29 сәуірде Тоқаев жаңағы Халық Ассамблеясын жинап алып, мына заңсыз ұйымды сөйтіп 5 маусымға референдум жариялады. Сол кезде мынау біздің конституциямызға 32 ма 33 өзгертулер енгізді, өзінің билігін нығайтып алды мысалға Тоқаев. Жалпы мынау Халық Ассамблеясы туралы айтайын дегенім, мысалы 1995 жылы Назарбаевтың өзі құрды ғой, енді шал. Ұры, ұлы ұры мысалға. Құрды, оны парламент таратып жіберді 95 жылы. Сөйтіп жаңағы 95 жылы сол Қазақстан Халық Ассамблеясы жинап алды, неше түрлі енді этностар Қазақстандағы диаспораларды. Олар бәрі менің ойымша бәрі сол былай айтқанда дайындалған адамдар. Соларды жинап алып, Назарбаев сөйтіп сол кезде 95 жылы сол референдум өткізді. Сөйтіп 95 жылы біздің конституциямыз, бұрынғы 1993 жылы конституциямызды жоқ қылып, 1995 жылы жаңа конституциямыз өзінің билігін нығайтатын, өзіне ыңғайлы конституция ата заңымызды шығарды. Сондықтан да соған енді мақұлдаған, соны жалпы былай енді сол Халық Ассамблеясы мысалы өтірік андай бүйтіп істетті. Ұсыныс ретінде Назарбаевтың дайын қағазын оқып беріп, өздері, өз бетінше, өздері ойлап тауып, өздері ұсыныс білдірген сияқты қылып, мыс сондай қылып, 95 жылы сөйтіп Назарбаев өзінің билігін нығайтып алды. Өзгертулер енгізіп. Дәл солай, мысалға 2010-да да қарсы болды, мысалға халық, көп халық. Сол 2010-да сол Қазақстан Халық Ассамблеясына. Оны білесіңдер, ел бірлігі деген бір ұран ба, бір болмайтын бір пропагандалық бірдеңе шығарды ғой олар. Мысалға, сосын енді қара. Сөйтіп 2022-де сөйтіп билігін Тоқаев өзінің билігін нығайтып алды, 5 маусымда референдум жасап. Ешқандай реформа жоқ. Бір реформалар жасады дейді. Ешқандай реформа жасаған жоқ қой. Өзгертулер, өзгерістер жасаған жоқ. Жай ғана өзгертіп алды, просто өзінің билігін нығайтып алды. Назарбаев кеткен жоқ, әлі отыр шал мысалға. Сол жалпы айтайын дегенім, мынандай ассамблея, Қазақстан Халық Ассамблея деген басқа елде ешбір жерде жоқ. Тіпті мынау Өзбекстанда жоқ, Қырғызстанда да жоқ мысалға. Ресейде де жоқ, мысалы, ТМД елдерін айтатын болсақ. Ал басқа батыста, Еуропа, ақштарда ондай жоқ ассамблея деген. Тек бізде сол. Ол мынандай елге қауіпті заңдар шығаратын, елге қауіпті келісім-шарттарды ұсынатын, сондай шығаратын, сондай органды шығарып қойды Назарбаев. Соны қазір Тоқаев соны пайдаланып жатыр. Жақсы пайдаланып жатыр. Сол үшін оларда мысалға кім кепіл? Қазақстанды Ресейдің құрамына қосуына одақтас мемлекет ретінде Беларусь сияқты жалпы референдум өткізуіне кім кепіл береді? Бізге ештеңе айтпайды биліктегілер. Олар жоғарда, олар өше. Президент әкімшілігі басқа әлемде, біз халық басқа әлемде өз күніміз әрең көріп жүрік. Каспий ретке тамақ алып жүрік мысалға. Медицина жоқ, бізде дамыватқан жоқ. Білім саласы да бәрі құрып жатыр мысалы. Жоқ медицинада, білім саласы да. Қарапайым нәрселер ғой жоқ мысалы. Қарапайым су да жоқ. Су болмай қалады мысалы. Тоқ болмай қалады. Сондықтан да қазақ халқым бейжайға, елдің мәселесіне, елдегі болып жатқан жағдайларға, ахуалдарға бейжай қараман, немқұрайлы болмаңдар. Және мына сенбеңдер. Мына Хабар, Қазақстан телеарналары
жібек жолы дей ма, атамекен бизнес, интернетте бәрін пропагандалық, олар бәрі биліктің жуындысын ішіп жүргендер. Олар ақиқатты айтпайды, шындықты айтпайды, өтірік тек қана бұрмалайды. Пропаганда олар бәрі жасайды, Ресейдегідей. Енді мысалға мен сөйтіп ойлаймын, Ресейдің құрамына қосқысы келіп жатыр, бірақ референдум жасап па, әлі жасамай былай Белоруссиядағыдай заңдар шығарып, жаңа қос жөретін шығар мүмкін. Енді Тоқаев айтты ғой, екі мемлекет, екі ел, бір мемлекет деп мысалға. Сондықтан да біздер қауіп төніп тұр, жалпы қатты бір алаңдауымыз керек біз жалпы елдің мәселесіне. Білесің, әлемде не болып жатқан. Трамп аяқта қуып кетті мысалға. Қуып жатыр мысалға. Ода бүкіл өзінің елдерімен, өздерінің көршілес Канадамен, Мексикамен қырылып қалды мысалға. Қытаймен, Жапониямен, Еуропамен, өзінің одақтас мемлекеттер. Керісінше диктаторлық мемлекеттермен дос болып жатыр мысалы, Ресеймен. Ол масқара ғой мысалға. Сол үшін бейжай болмау керек. Кім кепіл біздің тәуелсіздігімізге бір қауіп төнетіне, қауіп төнбейтіне мысалға. Бұлар бәрін сатып отыр ғой, Тоқаев деген. Біздің байлықтарымызды, біздің ірі компаниялар бәрін мысалға. АМПЗ мұнай өндіретін завод Атырау Павлодардағы Ресейге мысалға сатып жатыр. 2023-те есіңізде ма? Не істеп жүретін Оран кенішін Буденновский Шымкенттегі тегін бере салды. Әрине, білмей, пара алған шығар Тоқаев. Самұрық қазына бәрі. Сол үшін тағы не бар? Бүкіл секер заводты, мысалы қант заводты Тараздағы. Бүкіл завод өндірістің бәрі Ресейге сатып жатыр. Карметті де мысалға 2023-те үндіден алып алып, Ресейге беріп жіберді, Ресейдің олигархына Лаврентьевке. Мысалға өте қауіпті, өте жақсы нәрсе емес қазағым. Сол үшін бейжай болмайық. Немқұрайлы болмайық. Біздің еліміз болашағы, біз кетеміз. Тоқаев, Назарбаев та мәңгі емес, олар да кетеді. Осы қалатын біздің бала-шағамыз ғой, ұрпақ дегенде. Соны ойлау керек қой. Сол үшін саясатпен араласыңдар, айналысыңдар, алданбаңдар, аңқау болмаңдар қазақтар. Солай ағайын.